Бұл көліктің артықшылығы мінекей 2 рет қолдайсыздар. Автозавод және паркингтан пульт арқылы шығару. Қандай керемет. Сенсорный. Керемет, е? Кореяның керемет опцияларының артықшылығы мінекей мына жақта соғыс кнопка для Кореи және кейбір көліктерде видеорегистратор кәдімгі көліктің мына жақта орналасқан. Яғни бұны былай көруге болады. Одан кейін барлығы оңай көреді. Мінекей видеорегистратор, яғни көліктің ішінде автоматты түрде орналасқан. Бұны телефон арқылы да көрсеңіздер болады. Таймлапс, смартфон коннект деп тұр. Запись барлығы бар. Компанияның автотұрағының жоғар жағында үлкен сеткамен ойнайтын гольф. Астында көліктер, автодилердің көліктері. Мінекей ағайын бауырлар, біз Жандос ағаның екінші көлігіне келдік. Мінекей екінші көлік. Бұл көліктің жағдай өте керемет. Белый жемшік, 360 градус камера, барлық комплектасы жақсы, бірақ бір минусы полный боялған. Енді краскасымен өлшегенде сәл қалыңдау жағылған, ал Қазақстанда адамдарға сендіру бұл өте қиын. Сол себепті алдыңғы Kia Capet'қа сұрап көрейік. Бұл Kia Capet'дің хозяйыны бірақ басқа біреу екен. Мінекей. Саджаним. Амандасып жатыр. Енді кілт әкеп берді, көлікті өздерің көре беріңдер дейді. Ал енді қараңыздар, екі көлік бірдей, бірақ айырмашылықтарын қазір сізге айта кетейін. Бұл көлікте тоже полный комплектация, бірақ сәл де болса айырмашылықтар болады. Мінекей алдыңғы жағында парктроник, бұда жоқ екен, ана көлікте бар. Мінекей енді жоғар жағында панорама крыша емес, бірақ қараға боялған. Бұл такси деп ойламаңыздар. Тасына мінемен барлығын сіздерге көрсетіп жібереміз. Енді бұл Кореяда енді әркім өз көлікті өздеріне қалағандай ғып, опцияларын немесе тағы бір нәрсесін өзгертетіндер өзгерте береді. Мінекей тасыны өлшейміз. Енді Кореяда таксиде жүретін көліктер тек қана газ, және бұлар Kia Capet көлігінде маңдай комплектациямен еш уақытта таксилер жүрмейді. Ол арнайы заводтан шығады. Мінекей орта жағына тіпті тексерейік. Ода тұрған ешқандай не жоқ. Мінекей. Сол себепті уайымдамаңыздар. Ал енді көліктің жалпы түрі бағанағы көлікке өте қатты ұқсайды. Опциялардың барлықтары өте ұқсас. Қараңыздар, алды жарық шамы және алды жағында бөлік парктрониктары бар. Ал енді бұның дөңгелегі 18 размер сияқты сәл кішкентай болып көрінеді. Енді жалпы 18-19 дегендер Кореядағы полный комплектация көліктерге қойылатын дөңгелектер. Титан кісі болсын. Ал енді бұл көліктің артықшылығын қараңыздар. Автозавод және мына пультпен алдыға артқа жылжытуға болады. Енді бағана көліктен қарағанда сәл қымбат шығады. Енді оны қазір есептей алмаймыз, бірақ жазып береміз. Ал енді қараңыздар, бұның салоны қоңыр, деревянный, мына жақтары бір кожа тігілген, және память сидениясы бар. Қоңыр салон. 54.900 км жүрген. Көлікте өшіріп тастайық. Мінекей 360 градус камера. Пробег бәрі оригинал. Басқаңда цифровой бәрі өзгереді. Капот ашық тұрғаннан кейін екінші жақ көрсетпей тұр. Мінекей мына жақтарында режим драйв, беспроводная зарядка. Ана көліктен қарағанда сәл артықшылық екен, бірақ бағасына лайықты, сәл қымбаттау. Мінекей енді USB порттары, тағы да дополнительный тұтатқыш. Мінекей мына жағында авто, яғни климат контроль полный. Мына жағында бағанағы пультпен басқаруға режимді қосу. Пуштар бұда. Тұрған бары наклейка. Уайымдамаңыздар. Ал енді арт жағы.
арт жағында қараңыздар, бұда шторткасы бар артықшылығы, және артқы жақтарын сәл тігілген кожа. Жалпы енді бұл корейский көліктерде сәл де болсын енді клиенттердің өздері сәл қостыртқан. Осының поликтері номер наклейка алып тастасаңыздар да болады. Енді бұл қоңыр салон, маған қатты ұнайтын салонның бірі. Арт жағында USB тұтатқыш және стакан салғыштары. Енді орнықты бірден шалқайту және алдыға артқа жеке-жеке арқасын немесе ысыту. Мына енді мінекей передний, яғни парктроник, мынаусында бар, мынаусында жоқ. Ал мінекей енді бұда 2 литр бензин CVVL мотор орналасқан, атмосферный мотор. Енді бұл 2 литр бензин болғанымен 2,5 литр бензин сияқты жүре алады. Аллағасы осы екі көлікті алған соң сіздерге міндетті түрде тест-драйв жасаймыз. Жанармайды қанша кетеді, оның бәрін енді жобалап айтамыз, бірақ енді біздің видео толық не болмауы мүмкін. Енді бұл жақтағы мотор өте керемет, ұнады. Енді бұнда көліктер Қазақстанға көптеп кеткен, бірақ осында 2 литр бензин болсын, 1.6 болсын, екеуі жақсы. Енді қараңыздар, мына жақтарында еш жері боялма, таза. Енді бұл жаңа көлік болғаннан кейін де бәрібір біз көрсетуіміз керекпіз. Лонжерон бәрі таза, капоттың астындағы болттардың бәрі шешілмеген, керемет. Ал енді қараңыздар, көліктің ішіне жазып қойған, мінекей Синеж комплектация 2020 жыл, 2 литр бензин, автомат, пробегін жазған. Мінекей мына жақта орылмаған, бірақ ішіне кіріп сіздерге анық көрсетейік. Жалпы біз жіберетін көліктердің барлығында осындай бар. Еш жері боялмаған, тап-таза. Қандай керемет. Енді біз Кореядан біздің көліктер сізге қымбат болуы мүмкін, бірақ жағдайы осындай тап-таза. Ал енді жандосаға мына екі көлік сізге ұнайды деген сенімдеміз. Себебі біздің ойымыздан шықты. Негізі біз арт жақта көлік көруге келдік, бірақ осы көлік сәл де қымбат болсын сізге ұнайды. Өйткені опциялары ана көліктен қарағанда жақсы, және серебрден қарағанда сәл-сәл артықшылық. Ал енді ағайын бауырлар, видеоның аяғынан көргендеріңізге рахмет. Екі көлікті алған ағамызға сенім артқаныңызға рахмет. Алдағы уақытта келесі сатып алушыларға да бұл да сіздерге бір көрініс болсын. Бізге тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Келесі видео жолыққанша амандықта сау болыңыздар.